Ана айтқан бір ауыз сөз. Демалыс күні еді. Үйдің іші бұрынғыдай ушу емес, біртүрлі тыныш. Таңғы шай ішіліп болған соң, күн де биік көтеріліп қалған. Қызы диванға жантайып, телефон шұқылап жатыр. Біресе күледі, біресе ұзақ ойланып қалады. Демалыс күні болған соң, ешқайда асығып тұрған жоқ. Жұмысы да, сабағы да жоқ. Бүгін тек демаламын деп, өзіне өзі уәде беріп қойғандай. Ас үй жақтан ыдыс сылдыры, су ағып жатқан дыбыс естіледі. Келін, жеңгесі таңнан бері аяғынан тік тұр. Бірде ас үйде, бірде залда. Үйдің тірлігі бітер емес. Анасы қызын бір сәт сырттай бақылап тұрып қалды. Телефонға беріліп кеткен қыз анасының көзқарасын байқамады да. «Қызым», деді анасы жай ғана. «Жеңгеңе көмектесіп жіберсеңші». Қызы телефоннан басын әрең көтерді. Даусы да сәл наразылық шықты. «Апа, бүгін демалыс қой. Бір жатып тынығып алайыншы. Үйде келін бар ғой, істейді өзі». Осы сөздер ауыздан оңай шыға салды. Бірақ ана жүрегіне ауыр тиді. Анасы да бірден қатты сөйлемеді, айғайламады. Жай ғана қызының қасына отырып, сабырмен сөйледі. «Қызым, келін дегенде біреудің аялап өсірген қызы». Қызы үндемей қалды. Бірақ әлі толық түсінген жоқ. Анасы сөзін жалғастырды. «Ол бұл үйге кеше ғана келді. Бұл әулетке енді ғана үйреніп жүр. Әр бұрыш, әр дағды, әр тәртіп, бәрі оған бөтен». Қызы телефонды шетке қойды. Енді шын тыңдап отыр. «Әкеңді көріп жүрсің ғой», деді анасы. «Таңертең аула сыпырып жүрді, ағаң да көмектесіп жүр. Бұл үйдің тірлігі тек бір келіннің мойнында емес». Анасы бір сәт үнсіз қалды. Сосын қызының көзіне тік қарап: «Ертең сен де бір үйге келін болып түсуң мүмкін», деді. Қызы селк ете қалды. Бұрын ойланбаған тақырып еді бұл. «Сол үйде сен таңнан кешке дейін тірлік істеп жүрсең, ал қайын сіңлің диванда жатып, демалыс қой деп қол қусырып жатса, жаның қалай болар еді?» Қызы көз алдына елестетіп көрді. Шаршағанын, көңілінің түсетінін, ішінен реніштің жиналатынын. «Ұнамас еді», деді ол ақырын. «Әрине ұнамас еді», деді анасы. «Өйткені жүрек бәрін сезеді. Адам сөз айтпаса да, іште бәрін көтеріп жүреді». Анасы қызының қолын жай ғана ұстап: «Оқуыңды да, жұмысыңды да өзің үшін істе. Бірақ үйдегі тірлік ортақ. Біз бұл үйде ешқашан бар салмақты бір келінге артып қойған емеспіз», деді. Бұл сөздер қыздың жүрегіне жетті. Алғаш рет ол өзін емес, басқа біреудің орнын ойлап көрді. Жеңгесінің таңертең ерте тұрғанын, үндемей істеп жүргенін, ешкімге шағым айтпайтынын есіне алды. Қызы орнынан тұрып кетті. Беті сәл қызарып кеткен. «Апа», деді, «сізді енесі бар келін қандай бақытты». Анасы жымиып қана қойды. Оған ортақ сөздің қажеті де жоқ еді.
Қызы ас үйге қарай асықты. Жеңгесі қолындағы жұмысын істеп жатыр екен. «Жеңге, мен көмектесейін», деді қыз. Жеңгесі алғашында таңданып қалды. Сосын ризашылықпен жымиып, «Рахмет», деді. Ас үй іші бұрынғыдан да жарық болып кеткендей сезілді. Жай ғана көмектесу емес, жүректің жылуы пайда болғандай. Бұл демалыс күні қыз үшін жай ғана тынығу күн емес, үлкен өмір сабағы болды. Кейде ананың бір ауыз жай ғана сабырмен айтқан сөзі баланың бүкіл көз қарасын өзгертеді.